Қайырлы күн, құрметті кәсіпкерлер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының ресми өкілі мен Бибігүл Нысанбаева өтіп бара жатқан аптаны қорытындылап, ақпараттық брифинг ұсынамын. Осы аптада Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов, Түркменстанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Батыр Реджепов және Түркменстанның өнеркәсіпшілер және кәсіпкерлер одағының төрағасы Довран Худайбердиевпен кездесті. Көрші елдің кәсіпкерлер одағының басшысы палатаның бизнес, дамыту және үкіметпен өзара іс-қимыл саласындағы тәжірибесіне, сондай-ақ экспортты қолдау, сертификаттау, бизнесті оқыту қызметіне қызығушылық танытты. Сонымен қатар делегаттар палатаның жоғары оқу орындарын бағалау, мемлекеттік қызметтерді цифрлық форматқа көшіру тәжірибесін үйренуге ниет білдіріп отыр. Абылай Мырзахметов барлық салада, әсіресе агроөнеркәсіп кешені және құрылыс сияқты секторларда Қазақстан-Түркменстан экономикалық ынтымақтастығын дамыту үшін атсалысуға дайын екенін жеткізді. Сондай-ақ палатаның төрағасы Ашхабадта бірлескен сауда үйін құру. Сондай-ақ визалық қолдауды одан әрі жедел алу үшін экспорттаушылардың бірыңғай тізілімін енгізу туралы ұсынысын түркмен әріптестерінің тарапынан қолдау тапқанын айтады. Тараптар жақын арада бірлескен іс-шаралар жоспарына қол қоюға уағдаласты. Мемлекет биыл бизнеске қалай және қай бағытта қолдау шараларын көрсетеді. Ұлттық палатаның атқарушы хатшысы Асқар Қысықов биыл мемлекет кәсіпкерлерді қолдау үшін қандай шаралардың ұсынып отырғанын айтты. Ол мынадай шаралар деп атап өтті. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап пандемия кезінде зардап шеккен салаларда жұмыс істейтін кәсіпкерлер үшін бөлшек салықтың жаңа арнайы салық режимі енгізілді. Енді оларға айналымнан 3% мөлшерінде жеке табыс салығын төлеу жеткілікті. Бөлшек салық режимі шағын және орта бизнес субъектілеріне салық жүктемесін азайтуды қамтамасыз ету, салықтар мен бюджетке төлемдерді төлеу тәртібін оңтайландыру үшін, яғни жеңілдету үшін 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін есептелген. Бұл режим ерікті түрде енгізілді және оның ауысуы үшін салық төлеушілерге қолданылатын режим туралы хабарламаны алдын ала салық органына ұсынуы керек. Кәсіпкерлер үшін ескеретін жайт. Және тағы екінші пункт бұл экономиканың зардап шеккен секторларында шағын және орта бизнес несиесі бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау кезеңін 2021 жылға 1 шілдеге дейін ұзарту. Үшіншіден, зардап шеккен салаларда шағын және орта бизнес субъектілерінің банктық қарыздар мен микронесиелеуді төлеуді 2021 жылғы 1 сәуірден бастап 30 маусымға дейін, яғни 1 сәуір мен 30 маусым аралығында кейінге қалдыру туралы және жұмыс берушіден алынған қорғау құралдары түріндегі кәсіпорын қызметкерлерінің табыстарын жеке табыс салығынан босату. Ал 2020 жылы қабылданған бизнесті қолдау шараларына сәйкес пандемия кезінде кәсіпкерлерге салық жеңілдіктер берілген білесіздер. Жалпы алғанда қолдау сомасы 1 триллион теңге болды. Оларды 700 мыңнан астам еліміздегі шағын және орта бизнес субъектілері пайдаланып кәдесіне жаратты. Жалпы мемлекеттің бизнесті қолдаудағы басқа да шаралары бар. Ол туралы толық атамекен.kz палатаның ресми сайтынан оқысаңыздар болады. Бұл ақпаратты ұсынған, тағы да қайталап айтамын, Атамекеннің атқарушы хатшысы Асқар Қысықов мырза. Одан әрі стадиондар бұдан әрі ашық жобасы арқылы жұмысын бастады. Нұр-Сұлтан қаласындағы Астана Арена стадионы ашық жобасына қосылып, жанкүйерлерді қуантты. Стадионда футбол матчы өтіп, оған 6000 адам жиналды. Енді басқа стадиондарда, спорт нысандарда осындай жобаға еніп, ашық жобасына көрермен санын арттыру мүмкін. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Юлия Якупбаева осы аптада орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында осындай мәлімдеме жасады.
Астана Арена стадионы ашық жобасына қосылған ең алғашқы стадион болды. Матчқа келген көрермендер арасынан бір адам ғана сары статуспен анықталды. Егер басқа да ареналар бұл тәжірибені жалғастырса, онда стадионға жиналатын адамның санын 20 одан әрі 30%-ға дейін арттыруға болады деген жоспар бар. Еске сала кетейік, ашық жобасы ақпан айында іске асырыла бастады. Сол уақыттан бері жобаға 7100 кәсіпкер қосылып үлгерді. Ал қазір QR код алу үшін келіп түскен өтінімдерді қоса алғанда жалпы қатысушылардың саны 8000-ға жетуі мүмкін. Бүгінге дейін ашық арқылы қызыл мәртебесі бар 2600 және сары мәртебесімен тіркелген 2000 адам анықталған. Жалпы бұл пандемия кезінде кәсіпкерлердің жұмысы тоқтап, бизнесі шектеліп қалған кезде бұл ашық жобасы арқылы көптеген мүмкіндіктер ашылғанын айтқымыз келеді. Кәсіпкерлер мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандыру жасаған қызметкерлердің тізімін жаңарту керек. Осы жылдың 1 қазанына дейін шағын және орта бизнес субъектілері 2020 жылғы сәуір-желтоқсан аралығында төлемнен босатылған қызметкерлері бар деректерді арнайы сайтқа жаңартып, сондай дерек ұсынуы керек. Егер жұмыс берушілер деректерді енгізіп үлгермейтін болса, онда қызметкерлер статусы сақтандырылмаған болып қала береді және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көмек ала алмайды деген сөз. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының бүгінгі күнге дерегі бойынша 336 мың кәсіпкердің 40.800 адам жүйеде деректерін әлі өзгертпеген. Айта кетейік, былтыр қазанда үкімет бірқатар шағын және орта бизнес субъектілерін 2020 жылдың 1 желтоқсанына дейін еңбекақы төлеу қорына аударым жасаудан төлеуден босатты. Осы аптада тағы бір ақпарат, ол павлодарлық 8 кәсіпорынның Қытай Халық Республикасына импорттаушылардың тізіміне енуі болды. Атамекеннің Павлодар облысындағы өңірлік палатасы отандық тауарды шетел нарығына шығару үшін кәсіпкерлерге қолдау көрсетеді. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мен Қытай Халық Республикасы бас кеден басқармасының белсенді ынтымақтастығы нәтижесінде Павлодар облысында 8 кәсіпорын Қытайдың импорттаушылар тізіміне енді. Осы өңірлік палата, яғни Павлодар облыстық кәсіпкерлер палатасының агроөнеркәсіп кешенін дамыту бөлімі Қытайға өсімдік шаруашылығы өнімдерін экспорттауға мүдделі кәсіпорындардың тізімін жасады. Жалпы экспортқа шығарылатын тауарлардың тізімі мынадай: олар жоңышқа шөптері, арпа, жүгері, зығыр тұқымы, рапс тамағы, соя бұршақтары, бидай кебегі, бидай ұны, тағы да басқа осындай тауарлар. Бұл туралы Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының директоры Серік Сәдуақасов мәлім етті. Бүгінге соңғы ақпарат, бұл алаяқтар тағы айласын асырып жүр. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 14-32 байланыс орталығына азаматтар тарапынан алаяқтық туралы қоңырау толассыз түсіп жатыр. Олар бастау бизнес бағдарламасы бойынша 580 мың теңге көлемінде грант береміз деп азаматтарды алдап, қазақстандықтарды құрығына түсіруді көздейді. Алаяқтар грант алу үшін отандық банктың біріндегі несие борышының бір бөлігін жабуды сұраған. Бұл алдаудың жалпы жалғыз схемасы емес, бұған дейін де хабарлаған болатын. Біз жобаның басталуынан бері бейтаныс азаматтар өздерін ұлттық кәсіпкерлер палатасының қызметкерлеріміз деп таныстырып, грант ұтысы жайында хабарлап, қаражатты аудару үшін банк деректерін сұрайды. Немесе қаражатты Қазпошта арқылы алуды ұсынып, жеңімпаздың жеке шот дерегін сұрайды. Ұтыс сомасы 700 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін көлемде айтылады. Осы орайда ескерер жайт, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бастау бизнес жобасы кәсіпкерлік негіздерін оқыту курсын ғана ұйымдастырумен айналысады. Ал грант бөлу палатаның құзыретіне кірмейді. Соңғы 3 аптада осы ақпаратты айтып жүрміз, айта да береміз, өйткені осындай
алаяқтық туралы мәселелер өте көп. Осыны ескере отырып, қазақстандықтарды жалпы алаяқтық сипаттағы хабарламаларға немесе қоңырауларға сеніп, құйтырқы әрекеттерге, әдістерге алданып қалмауын өтініп сұраймыз. Егер кімде-кім мұндай жағдайға тап болса, немесе сізге біреу бастау бизнес бағдарламасы бойынша грант ұтқаныңызды айтып хабарласатын болса, міндетті түрде 1432 бірыңғай байланыс орталығына хабарласуларыңызды сұраймыз. Осы аптада палатаның 1432 байланыс орталығына 4665 қоңырау түсті. Оның ішінде info-қазақстан.kz платформасына қатысты сұрақтар 32%-ға артты. Сонымен қатар білім беру бағдарламалары, соның ішінде бастау жобасына қатысты 1314 қоңырау түскен. Осымен апталық брифингті аяқтаймыз. Келесі аптаға дейін аман, сау болыңыздар.